Жұмсақ медовик пісіреміз. Балды торт өте көлемді және де жұмсақ болып шығады. Бізге керекті заттар дайындап аламыз. Ыдысымызды отқа қойып, 3 ас қасық немесе 4 ас қасық балды саламыз. Оның үстіне 100 грамм маргаринімізді саламыз. Майымыз ерігенше отта ұстаймыз. Және де 100-150 грамм шекерімізді қосамыз. Және 2 шай қасық ас содасын қосамыз. Сода қосылғаннан кейін осылай көпіршіктер пайда болады. Түсі де өзгеруі мүмкін, қоңыр цветті болып. Мен ол өзгермей жатып, оттан түсіріп алдым. Осылай жай майы еритін болады. Ол еріп дайын болғанша біз 3 жұмыртқамызды араластырып дайындап қоямыз. Оттан түсіреміз. Сәл суығаннан кейін 2 шай қасық мен какао қостым. Қоспасаңыздар да болады. Какаоның дәмі шығып тұру үшін қостым. Енді біз жұмыртқамызды құя отырып үздіксіз араластырамыз. Үстіне қажетінше ұн қосамыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып иледім. Осындай қоюлықта болған кезде біз холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан кейін бұл тобарысып, одан да қою болып, осылай болып шығады. Жайғанға икемге келіп, осыны енді сыпырамызға төгіп, ұнның көмегімен қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр. Ұнды көп қоспаймыз. Аз-аздан қоса отырып, икемге келгенше біздің тестамыз жұмсақ болып шығу керек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астында подписаться кнопкасын баса кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Енді бұны бөліктерге бөліп, холодильникке тағы да жарты сағатқа қоятын боламыз. Сонда жайғанға ыңғайлы болады. Медовиктің негізі 4 түрі бар. Бұлайынан жаймастан пісіретін медовик та бар. Оның рецептісін келесіде бөлісемін. Бірақ маған осы рецепт ұнайды. Енді осыны мен 10 бөлікке бөлдім. Өз қалауларыңызша қанша бөлікке бөлсеңіздер де. Холодильникке саламыз. Енді бұны алып, астына фольга төсеп, ұн сеуіп жаямыз. Енді бұны пісіреміз. Өте тез піседі. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Жұмсақ болып тұр. Неке барлығын пісіріп алдық. Енді бұны торт жинағыш кальсонның көмегімен тегістеп кесіп аламыз. Барлығын дайындап қойдық. Енді кремін дайындаймыз. Креміне мен сливкиді пайдаландым. Сливкиге сахарный пудра қосып, крем жасадым. Бұл біздің медовик тортымыз. Крем таңдамайды.
Бұлған қайнатпалы крем өте әдемі кетеді, өте жақсы кетеді. Үй жағдайында істесеңіздер, өте қолжетімді бағада крем, сүтпен жасалынатын крем. Ол менің каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Не болмаса осылайнан сливкимен істесеңіздер болады, мен сияқты. %33 сливкиді құйып, қою болғанша сахарный пудра қосып араластырамыз. Көлемін ұстағанша. Творожный сыр қоссаңыздар болады. Бұл медовыйға оны қоспасақ та болады, творожный сырды. Енді біз тортымызды жинау үшін астына ыдысымызды қойып, кольцоға коржымызды салып, бетіне сүтке шекер қосып жағып шығуға болады. Біздің корждарымыз жұмсақ болып шығу үшін. Енді кремнен 3 қасықтан 2 қасықтан салып, және корждарын салып, бір-бірінің үстіне жағып шығамыз. Өте сенімді медовик. Сізді ұятқа қалдырмайды. Қатты да болып қалмайды. Бетіндегісін жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Енді қалыпымызды алып, шет-шетіне қалғанын жағамыз. Осылай ақ күйінше қалдырсаңыздар да болады, не болмаса шоколадты ерітіп, сәндеуін солай сәндеп қойсаңыздар болады, жеміс-жидекпен әдемі етіп. Мен осылай торттың сыртынан қалған, шетінен қалған корждарын үгітіп, осылай қойып шықтым. Бізде енді торт дайын. Бұны енді азанға дейін холодильникке қалдырамын. Кремі сіңіп, жұмсақ болып тұру үшін. Бірдестен жеуге болмайды. Ең кемі 3-4 сағат ұстау керек.